Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өгей шеше, 22 бөлім. Қара шашты қылмыскер әйелді Мариям деп атайтын. Бұл оның өз есімі емес. Вагон ішіндегі сығанға ұқсас әйелге берілген лақап аты болса керек. Мариямның мінезі өте ашушаң және кекшіл еді. Қылмыстық ортада оның салмағы бар сияқты. Өйткені ол бәрінен де батыл әрі бұзақы болатын. Мариям Антонинадан көрген қорлығын кешіре алмады. Тони мұны Мариямның қара көздерінен атылған үздіксіз зұлым көзқарасынан түсінді. Тони вагонның бұрышында қозғалмастан отырды. Маңдайын бүгілген тізесіне тіреп, көзін жұмды. Бірақ сонда да, айналасында ештеңе көрмесе де, ол үнемі өзіне бағытталған жек көрінішті көзқарасты сезінді де, және өзіне жау тапқанын түсінді. Пойыз бірнеше сағат тоқтаусыз жүрді. Тұтқындарды тамақтандырмады. Табиғи қажеттіліктер үшін вагонның жылжымалы есігінің оң жағында бөшкеге ұқсайтын, бірақ одан екесе кіші темір ыдыс тұрды. Сонда бүкіл вагонның көзінше сотталғандар дәреттерін сындырып, содан кейін сасық иіс шығарып тұрған сауытты темір қақпақпен жауып қоятын. Бір тұтқын әйел әлде жағымсыз иісті жерден тезірек кетуге асықты ма, мұны істеуді ұмытып кетсе керек. Бірақ ол жерден кетіп үлгермей, Мариямның ақырған дауысына селк етті. «Әй, сен ештеңені ұмытқан жоқсың ба? Қақпағын жап. Егер тағы да солай істесең, ішіндегісін басыңа төгем». Сотталған әйел ыдысқа жүгіріп келіп қақпағын жапты. Антонина дәретке барғысы келіп тұрса да, өзін жеңе алмады. Сотталғандардың Мариямның көзінше мұны істей алмады. Тоня шыдады. Аштық сезіміне де шыдады. Аштықтан бас айналып, аяқ қолдары әлсіреп бара жатты. Тони соңғы рет қашан тамақтанған есіне түсіре алмады. Шамасы камерада шығар. Ол кезде оның тәбеті болмаған. Бірақ тамақтану керек еді. Күшпен де болса жеу керек еді. Олардың қанша уақыт жолда болатыны және тамақтандыратыны да белгісіз еді. Пойыз ақыры жылдамдығын бәсеңдете бастағанда, вагондағы әйелдер жандана бастады. Мариям өзінің сыбайластарымен, қасынан бір елі қалмай жүрген бірнеше әйелдермен бірге вагон есігіне тез жақындады. Пойыз тоқтады. Барлық әйелдер тынышталып, айналадағы дыбыстарға құлақ түрді. Станцияға ұқсамайды. Ерекше гүріл, дауыс сорайтқыштан хабарландыру естілмейді. Вагонның есігі жылжып ашылды да қатты дауыс «Бір-бірден жақындаңдар» деп айқайлады. «Тамақтандырасыңдар ма не? Бізді аштан өлтіретін шығарсыңдар десек?» деді Мариям, арқасына автомат асынған жас, дөңгелек жүзді сарбазға кекете қарап. Дәл сол сарбаз вагонға түсініксіз ботқа салынған тостағандарды ұсынып жатты. Тостаған қолдан қолға өтіп, далада тұрған атарбадан беріліп жатты. Арба үстінде, ерте күз болса да, жылы қалпақ киген қарт шал қазаннан ожаумен құйып тұрды. Тостағандарды ұсынып тұрған сарбаздың автоматы арқасында болса, басқалары қаруларын вагонның ашық есігіне бағыттап ұстап тұрды. Мариям өз үлесін бірінші болып алды. Одан кейін оның жандайшаптары. Антонина есікке басқалардан жақын болса да, оны үнемі ығыстырып, ақырында әйел өз үлесін ең соңынан алды. Сол кезде Мариям ботқасын жеп болып, тостағанын сарбазға қайтаруға бара жатқан. Аяғы тайып кеткендей болып, Антонинаны итеріп жіберді де, тостағандағы ботқаның бір бөлігі Тоняның сұр, кір қожалақ жейдесіне төгілді. «Мен сондай ебедейсізбін», деп Мариям қара көздерін жымысқылана қадады. Ал Тоня, аштан көзі қарауытып тұрғандықтан, жейдесіне төгілген тағамды саусағымен іліп алып, жалап қойды. Салған тамағы аз, қарның тойуы мүмкін емес. Тағам қарайып кеткен картоп пен қандай екені белгісіз жармадан жасалған түсініксіз қоймалжың еді. Тұзы аз,
дәмсіздігінен ауызға алу қиын. Камерада берген жабысқақ арпа жармасы қазір Тониға құдайдың сыйындай көрінді. Бірақ ол бәрін жеді, соңғы тамшысына дейін. «Вагоннан бір-бірлеп шығыңдар», деп айқайлады сарбаз, барлық тұтқындар асығыс тамақтанып жеп болған соң. Бірақ бұл жерде ешкім тамақ алғандағыдай шығуға асықпады. Тони биік вагоннан алғашқылардың бірі болып секіріп түсті. Бір сәтке көзін жұмып, таза ауаны жұтты. Айнала сарғая бастаған биік шөпті дала. Тони көзін жұмып, шындықтан алыстай түсті. Ол автомат ұстаған сарбаздарды да, артынан вагоннан секіруге жиналып тұрған сотталған әйелдерді де көрмеді. Ол бәрінен биікке самғап кеткендей, биік шөптің арасымен жүгіріп, соның ішіне шалқасынан құлап, көкпеңбек аспан мен онда еркін жүзген ақ бұлттарды ғана көріп жатқысы келді. Бірақ дөрекі дауыс пен автоматтың ұңғысымен арқасынан түрткені Тонияны аспаннан жерге қайтарды. «Неге қатып қалдың? Жүр, бір-бірден жүреміз». Тұтқындарды бір пойызбен қатарлас жолда тұрған басқа пойызға отырғызды. Мұны халықтың көзінен таса даланың төсінде жасады. Бұл жолы сотталғандарды, тұтқындарды тасымалдауға арналған вагонға мінуге мәжбүрледі. Тони мұны бірден түсінді. Себебі вагон ішінде 3 қабатты сөрелерді, қазір жанбаса да темір пешті және дәретханаға арналған кішкентай қоршалған бұрышты көрді. Бұл Тониға дәл қазір өте қажет нәрсе еді. Ол біраздан бері шыдап келе жатыр. Бірақ алдымен сөрелерден орын тапқан дұрыс шығар. Тони вагонға біріншілердің бірі болып кіргенімен, ішінде әйелдердің отырғанын көріп абдырап қалды. Барлық төменгі орындар бос емес еді. Антонина не істерін білмей абыржып тұрды. Сол кезде Антонинаны иығымен итеріп өткен Мариям вагонға тез еніп, өз тобын бірден тапты. Қылмыскер әйелдер баптарымен мақтанып жатты. Ал Мариям үшін төменгі сөрелерден жас әйелді қуып жіберіп, оған орынды босатып берді. Мариям патшайымдай жайғасты. Алдыңғы вагонға қарағанда, артында одан да үлкен қолдау бар екенін сезініп, Антонинаға кекесінен қарауын тоқтатпады. Тони соңғы бос орындардың, тіпті жоғарғы жақтардың да алынып жатқанын көріп, алдымен дәретхана бұрышына баруды жөн көрді. Не болса болсын, егер орын жетпесе, еденге жайғасамын, деп ойлады. Пойыз әлдеқашан жылдамдық алған кезде, Тони 3-ші қабаттан бос орынды байқады. Бірақ ол орын Мариям жайғасқан сөрелердің дәл қарсысында болып шықты. Антонина абайлап жоғарға көтерілмек болғанда, кенет арқасынан қатты itергенді сезді. Қайда барасың?» деп Мариям ыржаңдады. Енді ол өзін осы вагонда көбірек қылмыскерлердің қолдауын сезінді. Оның артында балғадай жұдырығы бар, жаңа келгеннің беделін мойындаған үлкен денелі әйел тұрды. «Бұл жер бос емес». «Бос қой», деп Антонина жоғарыға мұңды қарады. «Ешкім жоқ». «Бос емес деп айтып тұрмын ғой. Сенің орның ана жерде». Мариям келемеждеп, дәретхана бұрышын көрсетіп, жасанды күлді. Оның бұл жасанды күлкісін сыбайластары қарқылдап күліп қолдады. «Ал тарағың сонда да жаман емес. Мен оны алам». Мариям Антонинаның басына қарай қайта қолын созып жатқанда, тар өткелден 3 әйел пайда болды. Бірінші болып, бетінде күлімсік шұңқырлары бар, Антонина бұрын армандағандай әдемі көйлек киген жас әйел келе жатты. Көйлек ашық түсті, белбеумен буылған, бірақ біраз тозығы жеткені көрініп тұрды. Сүйкімді әйел танк сияқты алға ұмтылып, жұдырығы зор қылмыскер әйелді ығыстырып, Марияммен қақтығысты. «Бұл не шу? Жаңа келгендерді ренжітіп жатырсыңдар ма? Сен қай баппен келдің?» деп ол Антонинаға қарап сұрады. Білмеймін, деп Тони жыламсырады. «Сот болған жоқ». «Ол фашистің тұқымы», деп Мариям тістеніп жауап қатты. «Өтірік, мен фашистерге көмектескен жоқпын. Бұның бәрі жала». «Иә, түсінікті. Біз бәріміз сондаймыз. Кінәсізбіз. Біздің қатарға тағы бір адам қосылды», деп күлімсіреді
Ашық түсті көйлек киген сүйкімді әйел. Жүр менімен, бізде бос орын табылады. Сүйкімді әйелдің аты Анфиса еді. Тартымды жүзінен бөлек, оның кеудесі мол, жамбасы келіскен болатын. Мысықтай майысып қозғалса да, бірақ кейде жасыл көздері нағыз жолбарыстай жарқ ететін. Анфиса өзінің сұлулығының күшін білді. Және тұтқындарды күзетіп бара жатқан сарбаздардың алдында, жамбасын бір бұрағанда, олардың арасынан еріксіз, көздерін ала алмай қатып қалатындары да болды. Анфиса Антонинаны вагонның екінші шетіне апарды. Онда Тоняға екінші қабаттан орын табылды. Айналасы тағдырлас жолдастар, халық жаулары мен отан сатқындары. Анфиса көшбасшылық қасиеттерінің арқасында оларды өзіне топтастырып, қылмыскер әйелдерге қарсы тұрарлық күш құрды. Бастапқыда Тоняға мұндай ортада ыңғайсыздау болды, бірақ әйелдердің бәрі өздерінің әділетсіз сотталғанын кінәсіз екенін айтты. Тоня өзі де сондай болған соң, оларға қалай сенбесін? Мәселен, Анфисаны алайық. Оны сұлулығы үшін неміс офицерімен бірге тұрды деп айыптаған. Мұндай үшін де қамай ма? Деп Антонина күрсінді. Неміспен сондай қарым-қатынаста болған үшін бе? Ол жерде тек сондай ғана емес, деп Анфиса ақ өткір тістерін жарқыратты. Маған көп нәрсені таңды. Партизандарды сатқан, ату жазасына мәжбүрлеген дейді. Нағыз жауыздар кім десең, НКВД қызметкерлері ғой. Олар істерді тігуді жақсы біледі. Бұған Антонина майор Чеботаревті есіне алып, толықтай келісті. Пойыз бірнеше күн жүрді. Сол күндердің бәрі бір-бірімен араласып, шексіз біркелкі бір күнге айналғандай болды. Тамақ нашар берілді. Вагонда жағымсыз иіс тұрып, күн өткен сайын суықтата түсті. Мариям бірінші болып пешті жағуға керектігін айтып шу көтерді. Ол мұны тамақ беру үшін вагонды ашқан сарбаздарға айтты. Сотталғандар тамақ береді деп ойлаған еді. Бірақ бұл жолдың соңы болып шықты. Жеттік, бір-бірден шығамыз. Әйелдерге айналаға қарауға мұрша бермеді. Оларды тез арада брезентпен жабылған жүк көліктеріне отырғызып, белгісіз бір жаққа алып кетті. Антонина Анфисаға жақынырақ отыруға тырысты. Олар жүк көлігіндегі ұзын орындықтарда біріне бірі жабысып отырды. Ал орындықтардың шетінде брезенттің жанында екі қарулы сарбаз тұрды. Ауа өте суық еді. Тоняның ұзын жеңді жейдесі болса да, тісі тісіне темей қалтырап отырды. Ал Анфисаның көйлегі қысқа жеңді болатын. Бірақ Анфиса суықты байқамағандай еді. Ол тік мұрнын көтеріп ауамен тыныстады. Мына иісті сезіп тұрсыңдар ма? Сезесіңдер ме? Нақты бір иіс жоқ еді, бірақ ауа шынымен де ерекше болатын. Сәл тұздылау, Антонинаға таңсық. Бұл теңіздің иісі ғой, деп айқайлады Анфиса. Не, ешкім теңізде болмаған ба? Ал мен болдым. Бір емес бірнеше рет. Бұл иісті еш нәрсемен шатастырмаймын. Сөзді доғарыңдар, деп сарбаз автоматты қозғалтып ақырды. Анфиса қорыққан жоқ. Ол еркектерден қорқатындардан емес. Тіпті қарулы күзетші болса да. Басеке, біз қазір қай жердеміз? Жақын жерде теңіз бар ғой. Мен қателеспеймін бе? Өтінем, жауап беріңізші. Мен енді ештеңе сұрамаймын, шын айтам. Сарбаздардың бірі серігіне көз салып, еріксіз жауап қатты. Бұл Ванина. Сендерді өтпелі лагерге алып барамыз. Иә, мұнда теңіз бар. Міне, көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме? Мен бұл иісті еш нәрсемен шатастырмаймын, деп Анфиса қуанды. Оның неге қуанғаны түсініксіз еді. Тони ешқашан теңізді көруді армандамаған, оның орындалмайтынын білетін. Қазір де ешқандай қуаныш жоқ. Және теңізді бәлкім көрмейтін де шығар. Өтпелі лагер деген не? Алғашқы күні Тоняға бұл лагерде онша жаман емес сияқты көрінді. Оларды ортақ моншаға апарды. Жуынуға рұқсат беріп, бөлмеге 20 адамнан кіргізді. Әр топқа бірнеше минут қана уақыт берілді. Тоня, Анфиса бір жерден тауып алған кішкентай сабын кесегімен асығыс жуынды.
Менімен бірге жүрсең, өлмейсің. Маған жақын бол, деп көзін қысып, Анфиса Тоняға сабынды ұстатты. Анфиса жуынатын бөлмеден шыққанда әдемі көйлегін ешкім қайтармайтынын түсініп, қатты көңілі түсті. Тұтқындарға бірдей қою сұр киім берілді. Шұлықтар, қалың белдемшелер, ерлердің жейдесіне ұқсас көйлектер мен фуфайкалар. Әр сотталушының жейдесі мен фуфайкасында нөмірі бар еді. Тоняның нөмірі Б759. Тоня түсінде даланы көрді. Ол тұтқындарды тасымалдаған кезде вагоннан шыққанда көрген сарғайып солып қалған шөпті дала емес. Жарқын, жап-жасыл, күндей сары бақпақ гүлдермен көмкерілген дала. Тоня гүлдердің шоғын өріп, оны күлімдеген Лизаның басына кигізді. Жанында күлкіден жарыла жаздап, Степка мен Гриша ойнап жүрді. Сәл тұйықтау, секпілді Гриша да мәз болып күліп, Степаның артынан жүгірді. Ал қайда екені белгісіз, алыстан оларға бір бейне жақындап келе жатты. Шаштары ағарған ер адам жалғыз қолымен бұлғады. Тоняның жүрегі елжіреп, оның жақындағанын күтті. Ол мұның түс екенін түсінді. Оны тәтті түсінен жұлып алғысы келгенін сезді. Бірақ ол қарсыласып, сүйікті адамдардың бейнелерін өзіне сіңіріп, олармен бірге ұзағырақ қалғысы келді. Тоня, оянсаң шақыры, деп самогон иісі мүңкіген Анфиса әйелдің иығынан сілкілеп сыбырлады. Төмен еңкейіп, барақтың қараңғылығында Тоняның көзін сәл ашқанын байқап, одан да төменірек еңкейді. Жүр менімен, өкінбейсің. Әлгі бақылаушы ше, шошқа көздісі, дәл сені қалап тұр. Оларда дәмді тамақ, самогон бар. Ішкін келмесе ең болмаса тамаққа тойып ал. Тоня, не болды? Сенен бірдеңе кете ме? Мен сені алып келемін деп уәде беріп қойдым, деп құлағына сыбырлады. Мен ешқайда бармаймын, деп Тоня ысылдады. Мен саған қанша рет айттым ғой, бұл маған лайықты емес. Ақымақ, неткен ақымақсың? Өз пайдаңды түсінбейсің. Бір көңілін жақсылап тапсаң, бәлкім Магаданға жібермес пе еді. Ал қазір тез арада жүзіп кетесің, ақымақ. Анфиса Антонинаның сөресінен ажырап солға қарай кетті. Басқа бір тұтқын әйелді оятып, екеуі барақтың шығар есігіне қарай жымдасып бара жатты. Ал Тоня болса ұйқысыз жата берді. Ол Анфисаның кім екенін енді түсінді. Жаңа досын ең дөрекі сөзбен атауға болар еді. Бірақ бұл тек алғашқы көзқараста ғана. Анфиса бақылаушымен жайдан жай көз қысып, түнде олармен ішіп төсегін бөлісіп жүрген жоқ. Ол қай жерде де жылы орын табуға тырысып жүр. Оның фуфайкасы да қалыңырақ, жаңалау. Басқа тұтқын әйелдер әлі қолғапсыз жұмыс істеп, үнемі тоңып қалған қолдарын демдермен жылытып жүрсе, оған тіпті қолғап та берілген еді. Ал Антонинаны бұл жерде, Ванинадағы өтпелі лагерде бәрі қанағаттандырды. Негізінде алда Магаданда күтіп тұрған жағдайды ескерсек, бұл жерде онша жаман емес. Мұнда өте суық, жылуы жоқ барақтар, тамақ аз, таңертеңнен кешке дейін жұмыс. Бірақ ең болмағанда үнемі тамақтандырады. Аптасына бір рет жуынуға апарады. Және олар далада емес, қандай болса да барақта тұрады. Тоня алда не күтіп тұрғанын білді, және содан қорықты. Әрине ақпаратты құс тұмсығында Анфиса әкелді. Ол бірінші аптада-ақ бақылаушылардың алдында жамбасын бұраңдатып, кім бірінші өзіне қызығатынын болжап жүрді. Қызыққандар бір емес бірнешеу болды. Бірақ Анфиса едәуір беделдірек адамды таңдады. Жас емес және сәл толықтау кісі. Ол кешке бараққа бір сәтке ғана толықтау жүзін сұғып қарайтын. Сол кезде Анфиса дереу есікке қарай жүгіріп, дәмді тамақ пен жылы киім, жеңіл жұмыс сияқты жаңа жеңілдіктерді асыға күтетін. Анфиса бәрінен хабардар еді. Ванинадағы өтпелі лагер тұтқындардың теңіз арқылы одан да ауыр жерлерге жіберілуін күтетін орын ғана болатын. Сотталғандар өте көп еді. Кейде күту айларға созылатын. Анфиса Антонина екеуінің қайда жүзіп баратынын білді. Магаданға.
Алдымен оларды ылғалды, суық трюмде тасымалдайды. Және баратын жеріне бәрі дерлік жетпейді. Тіпті көбісі жетпейді десе болады. Бір аптадан артық жабық трюмде бәрі шыдай алмайды. Ал Магаданда нағыз тозақ болды. Не ағаш кесуде, немесе аязды -50 градустағы шахталардағы құлдық еңбек. Жертөлелерде тұру және қалыпты тамақтануы да болмайды. Адамдар ол жерде шыбын сияқты қырылады. Дифтерия, цинга және дистрофия өршіп тұр. Аз тамақтанғансын, оларсыз қалай болсын? Тұтқындар түрме ауруханасында жату үшін өздеріне жарақат жасайды екен. Мүгедектерге амнистия болады деген үмітпен саусақтарын шабады. Бірақ өз денесіне зақым келтірген үшін жаңа мерзім қосып алады. Осындай жайттарды білген соң Анфиса қатты қорықты. Мұндай жағдайда ол өзінің тауарлық түрін тез жоғалтатынын айтты. Бұл сөздерден ол еш қысылған жоқ. «Сен, Тоня, біз әйелдер не үшін жаралғанымызды түсінбейсің», деді ол. «Біз еркектерді пайдаланып, олардан бірдеңеге қол жеткізу үшін жаратылғанбыз. Міне мен қазіргі бастығымнан Магаданға жіберілмейтінім туралы уәдесін алуға жақын қалдым. Біздің кезегіміз келгенде, ол менің нөмірімді тізімнен сызып тастайды да, мен күтіп отырған келесі топқа түсемін. Ал күтуді мерзімнің соңына дейін созуға болады. Түсіндің бе?» Тоня түсінген болса да, оған бұл мүлдем қажет емес еді. Ол ешқашан мұндайға бара алмайды. Одан да жертөледегі суық пен аштық болсын. Тоняны Магаданда саяси тұтқындар мен қылмыскерлердің бөлінбейтіні қатты шошытты. Қазір олар әртүрлі барақтарда тұрады, және оларды жұмысқа бөлек жерлерге жаңа тұтқындар лагерлерін салуға апарады. Анфиса құрылыста болмайды. Оған әрқашан жеңіл жұмыс түседі. Еден жуу, монша кешеніндегі тазалық жұмыстары. Бірақ мұнда Антонинаны Анфисаның қорғауынсыз қалғаны үрейлендірмейді. Өйткені Мариям басқа лагерде, 16-шы нысанда жұмыс істейді. Ал кеме трюміне тиеліп, ұзақ уақыт бірге жүзгенде не болады? Антонина жалғыз қалады ғой. Тоня бұл туралы ойламауға тырысты. Бірақ неге екені белгісіз, ол Магаданға жете алмайтындай сезінді. Ол Магаданды көрмейтініне және жертөледе тұрмайтынына іштей қатты сенімді болды. Анфиса тұтқындарды оятуға 1 сағаттай қалғанда келді. Оны ұйқысыздық мазаламайтын. Себебі жеңіл жұмысқа барып, сол жерде ұйықтап алуға мүмкіндігі болатынын білді. Антонина өз сөресінде арлы-берлі аунап жатқанда, Анфиса оған қайта жақындады. Мас, көңілді. «Эх, Тоня, бекер. Мне Лидка барды, еш өкінбейді. Дәмді тамақ та ішті. Мүмкін жақын арада кемеге де түспейтін шығар. Ал сен өзіңді өте дұрыс санайсың. Расымен де қателесіп осында түстің бе? Ал сенші, жоқ па?» Тоня кенет Анфисаға бұрылды. Қараңғыда оның дөңгелек бетінде күлімсік шұңқырлары бар жүзіне үңілді. «Сен расымен де фашистпен жаттың ба?» Анфиса мас еді. Қатты мас еді. Әдетте ол мас болмауға тырысатын, өзін қадағалайтын. Бірақ бұл түнде бәрі тым жақсы болып кетті. Ішімдікке тойған соң ішіндегі шерін тарқатты. «Иә, жаттым. Не болыпты? Мен жай фашистпен жатқан жоқпын. Офицермен жаттым. Еркек деген еркек қой. Орысша сөйлей ме, немісше сөйлей ме? Қандай айырмашылығы бар? Кез келген еркек әйелді қалайды. Әрине, фашист мені алдап кетті. Шегінудің иісі шыққанда, маған өзімен бірге алып кетемін деп уәде берген еді. Бірақ өтірік айтты. Ал немістер кетісімен, біздің айбынды кеңес көршілеріміз мені бірден ұстап берді. Ал партизандар ше? Партизандар туралы да шындық па? Сен оларды немістерге ұстап беріп, бәрін атып тастады деп соттады ғой. Деп Антонина әрең естілер-естілмес сұрады. Сұрады да, тыныс алмай қатып қалды. Анфиса мұны түсінбеді. Тоняның сөзіндегі қорқынышты естімеді. Ол мақтанғандай болды. Әрине, ұстап бердім. Офицерге қалай жағынуым керек еді?
Мен жоғары шенді адаммен ғана сөйлесетінімді айттым. Солдаттармен жатпаймын ғой, олардан еш пайда жоқ. Ал офицерден саған пайда болды ма сонда? Антонина одан әрі шыдай алмады. Айқайлап жіберді. Менің сөремнен әрі кет, фашистік жағымпаз. Сен сияқтылардың кесірінен. Олар бір ауылды толығымен өртеп адамдарды тірілей жағып жіберді. Себебі ауыл тұрғындары партизандарды жасырып жүргенін білді. Жасырды. Өз өмірлерінің құнымен жасырды. Ал сен... Тоня қатты айқалағаннан барақтағылардың бәрі оянып кетті. Тұтқындар сөрелерінде арлы-берлі аунап, айқайға құлақ түрді. Мас Анфиса да үнсіздікті сақтауға ниеттемес еді. Жап аузыңды, күнәсіз әулие. Қарай көр бізде қандай адам табылғанын. Мен болса сені қорғаштап жүрсем. Егер мен болмасам, Мариям сені әлдеқашан өлтірер еді. Естідіңдер ме, қатындар? Арамызда қандай адамның бар екенін. Нағыз кеңестік әйелдің үлгісі. Онда неге бізбен бірге жүрсің? Кенет барақ ішінен сыбдыр естіле бастады. Ең қорқыныштысы, көпшілігі Анфисаны қолдап жатты. Сол сәтте Антонина өзінің жаулар ортасында қалғанын түсінді. Қазір үнсіз отырғандар бәлкім өзі сияқты қателікпен сотталған шығар. Бірақ Анфисаны жақтағандар да бұрын жымысқы күлкімен кінәсіз біз деп мәлімдеген. Олар барлық баптар бойынша кінәлі. Және олар қазір Антонинаны жек көреді. Тоняның Анфисаға қатысты жек көрініші қалай лап етсе, олар да солай Тоняны жек көрді. Анфиса Тоняның сөресіне қарай түкіріп кетіп қалды. Өз орнына емес, барақтан қайта шығып кетті. Оны шығарды, оны таниды. Қараңғылықта ширыққан тыныштық орнады. Барақта ешкім таң атқанша ұйықтамаған шығар. Бәрі өз тарихына, сатқындық тарихына, немесе кінәсіз айыпталу тарихына батып жатты. Таңғы тексеру кезінде көптеген адамдар Антонинадан әрірек жүрді. Ал Анфисаның айналасында бұрынғыдай әйелдер тобы тығыз топтасып тұрды. Күзетші тұтқындардың нөмірлерін оқып, олардың бүгін қай нысанға баратынын айтты. Анфиса әдеттегідей монша кешеніне ұйықтап алуға барады. Ал Тоняға аязда бетон блоктарды тасуға тура келеді. Бірақ бақылаушы оның нөміріне жеткенде Тоня қатып қалды. Б-759, 16-шы нысанға. Қалайша 16-шы нысанға? Әйелдің тамағы қарылып қалды. Онда қылмыскерлер ғой. Сұраудың өзі ақылсыздық еді. Мұндай сұрақтар үшін жайсыздыққа ұрынуға болады. Оның үстіне Анфисаның жеңімпаз жанарынан бәрі де түсініктеді. Бір түннің ішінде ол Тоняның қас дұшпанына айналды. 16-шы нысанға Тоняны өз барағынан жалғыз өзін ғана апарды. 16-шы нысанда қабырғалар қаланып қойған. Және сол қабырғалардың ар жағында Мариям өз сыбайластарымен оны күтіп тұрды. Дәл Антонинаны күтіп тұрды. Себебі жауының қорғаусыз қалғанын білген еді. Бұл жағдай бір сағаттан сәл ғана бұрын болған еді. Ал лагердегілердің бәрі қазірдің өзінде біліп алған. Бірінші болып, жұдырығы үлкен тұтқын әйел соққы берді. Ұрып Тоняны аяғынан құлатты. Бірақ Тоняда айқассыз берілгісі келмеді. Ол тұруға әрекеттенгенде, оған тағы бірнеше тұтқындар жүгіріп келіп, аяқтарымен тебуге кірісті. Мариямның қолында бір ұзынша өткір нәрсе жылт етті. Қайранды. Тоня оны көріп үлгерді. Магаданға бармайтыны туралы неге мызғымас сезімі болғанын түсініп үлгерді. Ол қайрандыны көрген сәтте басынан керзі етікпен соққы тиіп, есінен танып қалды да, ауада атылған автоматтың дауысын естімеді. «Тараңдар, тараңдар!» деп айқайлады бақылаушы. Дәл сол түні Тоняны алып келуді сұраған бақылаушы еді. Тоня оған ұнайтын. Рухының мықтылығымен, ішкі қайсарлығымен ұнайтын. Түнде ол келуден бас тартқанда одан бетер ұнады. Әйел ретінде емес, адам ретінде ұнады. Степанов қатыгез емес, мейірімді болатын және адамдарды сыйлай білетін.
Бәлкім, лагерде аз уақыт жұмыс істегендіктен мұндағы адамдардың зұлымдықтарын көріп үлгермеген шығар. Ол автоматтан оқ атып, тұтқындарды Антонинадан қуды. Бірақ Мариямның жеңіндегі жасырылған қайрандының жылт еткенін байқамады. Тоня лагерь лазаретінде есін жиды. Жасы егделеу, лас халат киген фельдшер оған күлімсіреп қарады. Не, есіңді жидың ба? Жеңіл құтылдым деп есепте. Миың шайқалған және көгерген жерлерің бар. Біздің Степанов дер кезінде араласқан екен. Жақсы жігіт. Тоняның көзін қозғалтуы ауырды. Ал қозғалмақ болғанда кеуде қуысы шаншып кетті. Ол кеудесін ұстап ыңырсыды. Мүмкін, қабырғаң да жарылған шығар, деп фельдшер қабағын түйді. Бәрі бір жеңіл құтылдың. Әдетте мұндай жағдайлардан кейін маған емес, бірден ана жерге әкеледі. Деп фельдшер артқа қарай нұсқады. Сонда Тоня оның мәйітхананы меңзегенін түсінді. Басы ауырып, кеудесі қысып тұрса да, шынайы төсекте, таза жаймада, биік жастықта жату қандай керемет еді. Жай ғана жату, ештеңе істемеу. Сонымен бірге Анфиса да Мариям да емханада оған жете алмайтын білу оны бақытты етті. Мұнда тамақ әлдеқайда жақсы болды. Фельдшер Мария Агафоновна да мейірімді әйел болып шықты. Екінші күні Тоняға алма келді. Бүтін бір алма. Үшінші күні Тоня өзін әлдеқайда жақсы сезінді. Палатаға қара форма киген, бақылаушылардың формасынан өзгеше ер адам кіргенде Тоня уайымдап қалды. Оны бараққа қайтармақшы ма? Әлгі ер адам қолына қағаздар ұстап кірді. Қасында Мария Агафоновна басып келе жатты. Сонымен Б-759 Свиридова Антонина Матвеевна, деп форма киген ер адам қағаздағыны оқып, өз-өзіне күбірлеп фельдшерге қарады. Ол өзін қалай сезінеді? Жағдайы қалай? Өте нашар. Бірнеше қабырғасы сынған, бүйректері зақымданған. Ұзақ өмір сүрмейтін шығар деп қорқамын, деді фельдшер. Түсінікті. Ер адам күрт бұрылып шығып кетті. Ал Тоня қорқып қалды. Демек, оның жағдайы фельдшер айтқаннан да нашар ма? Дәл сол кезде Мария Агафоновна бұрылып, Антонинаға күтпеген жерден көзін қысты. Келесі күні Тоня фельдшердің оны құтқарғанын білді. Трюмінде тұтқындар отырған кеме Магаданға жүзіп кетті. Антонинасыз кетті. Мариям да, ең қызығы Анфиса да жүзіп кетті. Оған әр түн сайын жүгіретін жасы келген бақылаушы көмектесе алмады. Бір жағынан, оның мұны неге істеуі керек? Қандай да бір Анфиса үшін неге әуреленуі керек? Өйткені келесі тұтқындар легімен қаншама Анфисалар келеді әлі.